Тамаша. Қалғанымыз қосыламыз деп жатыр екен. Адамзаттың асылы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, бір хадисінде Алла жүрекпен сұрасаң да береді деген екен. Сол жүректеріңіздің түбінде жатқан жақсылықты осы айтылған тілекпен қатар анамыздың басына батқандай бақыт берсін. Бір отырыста отырғанда Шейх Мұртаза бар дастарханның басында, тағы бір кісі бар, қайта-қайта өкілей берді. Әй, қартайтып қой, әй, қартайтып қой деп. Өзінен жас екенін байқап, Шейх Мұртаза сұрапты, қартайғанда қаншаға келдің деп. 60-қа келдім десе, 60 деген әлі таусыз. Сол 60 жасың баған бір аптаға кеш, мына дүниенің астан кестен шығайын деген екен. Міне өмірдің таусызды ендігеді көретін қызығы анамыздың енді алда. Кейде маған біреулер сұрақ қойып жатады, мына сөздерді қай кітаптан аласың деп. Мен кітапты көп оқи қоймаймын, осы көңілдері дариядай тойдағы қариялардың өзінен аламын. Өткенде бір тойда бір қария әдемі айтып еді. Қарттың қандай түрі бар екенін қазыналарымыз бізге дейін айтып кеткен. Ал мен енді қартаюдың қандай түрі бар екенін айтайын. Бір қартаю бар, ол жатық қартаю. Алла деніңнен саулықты алғаннан кейін, кеудеңнен жаның шықпағансын, амал жоқ төсекте, бала шағаңмен туған туысқаныңа масыл болып жатық қартаясың. Екінші отырып қартаю. Баратын ешкімің жоқ, 4 қабырғаға қамалып, таңның атуынан күннің батуына дейін уақытты отырып өткізесің. Ал үшінші жүріп қартаю. Дұрысы осы. Bir gün bir balana barasın, bir gün bir kutana barasın, bir gün bir немереңе барасың, сөйтіп уақытты өткізіп, қызыққа қоймай жүріп қартаясың деген. Анамыз әкемізбен қол ұстасып, бір күн сіздің үйде, бір күн сіздің үйде, бір күн бір баласында, бір күн бір құдасында 100-ге дейін жүріп қартаюын нәсіп етсін. Біздің тілейсің. Ал енді